Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Тараз қаласы нөмір 5 мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі Наурызбаева Айнұр Серікбекқызы. Біздің төңкерілген сабағымыздың тақырыбы пайдаланушы функциялар мен процедуралар 10-шы сыныпқа арналған. Бұл тақырып бойынша сіздерге үйге қарауға, меңгеруге түсіндірме бейнематериал жіберілген болатын. Сол бейнематериал негізінде бүгін біз түрлі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тапсырмалар әртүрлі бағытта жүргізіледі. Электрондық оқулықпен жұмыс, басқа да құралдармен жұмыс жасайтын болатынбыз. Бірінші тапсырма электрондық оқулықпен жұмыс, параграф 19 параграф бойынша пайдаланушы функциялар мен процедуралар. Процедура дегеніміз не, және оны программа барысында қалай қолданатынын есімізге түсірейік. Программа командалары дұрыс орналастырыңыз деген тапсырма берілген. Тапсырманы орындауға мен сіздерге 1 минут уақыт берем. Бұл жерде тапсырманы сіз әрбір дұрыс жауабын оң жақ бөлігіне көшіріп апарып қоюыңыз қажет. Уақыт басталды, тапсырманы орындаңыздар. Әрбір команданы оң жақ бөліктегі бөлімге көшіріп апарамыз. Программаны дұрыс орындау үшін ең бірінші процедура def сөзінен басталады екен. Программаны орындап болғаннан кейін мен сіздерге дұрыс жауабын көрсететін боламын. Уақыт аяқталды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабын көрейік. Сіздерде де осындай жауап шықса, жарайсыздар, дұрыс орындадыңыздар. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада тура сондай 19 параграф бойынша пайдаланушы функциялар мен процедуралардың дұрыс орналастыру. Программадағы командаларды дұрыс орналастырыңыз. Орындауға 1 минут уақыт беріледі. Процедуралар def қызметші сөзінен басталып жазылады, және процедураның негізгі бөлімі аяқталғаннан кейін программада процедураны шақырып отыру қажет. Тапсырманы орындап болсаңыздар, сіздерге берілген уақыт бойынша программаның дұрыс жазғандығын тексеріп көрейік. Кілтін басқан кезде бізде жауап шығады. Программа бірінші def қызметші сөзінен басталады, және бізге баспаға S процедурасын шақыру қажет. Ол жерде біз символдарды енгіземіз. Енгізілген символдарды біз бірінші және екінші шақыртулар арқылы нәтижесін алады екенбіз. Print char деп отырғанымыз бұл процедураны шақыру символы болып табылады екен. Әрекеті болып табылады екен. Бүгінгі сабағымыздың жұмысын ары қарай жалғастырайық. Енді оқулықтарыңызды ашыңыздар. Оқулықтағы 78-ші беттегі бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмада функцияны пайдаланып, сандардың дәрежесін есептейтін программа құрыңыздар. Кіріс параметрлері сан және дәрежесі дейді. Бұл жерде негізгі көңіл аударатын мәтін сандардың деп тұр. Бір санның емес, сандардың дәрежесін шығаруымыз керек. Сонда біз енгізілген санның 5 деген сан енгізетін болсақ, 1-ден 5-ке дейінгі сандардың өзіміз берген қандайда 2, 3, 4 деген сан беретін болсақ, сол енгізілген сандардың дәрежесін табуымызға программа құруымыз керек. Ол үшін мен сіздерге Loonigaps программасында мынандай тапсырмаларды дайындап қойғам. Сол тапсырмаларды сілтемемен мен сіздерге жіберемін. Сілтеме бойынша сіздер осы тапсырманы ретімен қоюыңыз керек. Функцияны пайдаланып, сандардың дәрежесін есептейтін программаны ретімен қойыңыздар дейді. Бұл жерде біз әрбір сандарды командаларды жылжыту арқылы біз дұрыстығын тексеретін боламыз. Сіздерге уақыт берілді. Сіздерге 1 минут уақыт беремін. 1 минуттың ішінде
Программаны ретімен қойып шығыңыздар. Уақыт аяқталды, программаның дұрыстығын тексерейік. Керемет, сіз тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Енді программаның жүргізілуін программа барысында қалай орындалатынын көрсетіп өтейін. Программа міндетті түрде def сөзінен басталып, power функциясымен орындалады. A саны мен N санын енгіземіз. Бұл жерде мен 5 және 3 деген санды енгізіп отырмын. 5 дегеніміз бұл 1-ден 5-ке дейінгі сандардың 3 дәрежесін шығар дегенді білдіреді екен. For операторы арқылы, цикл арқылы біз функцияны құрып алып, print деп функцияны power деп шақырып жүзеге асырдық. 1-ден 5-ке дейін сандардың 3 дәрежесі нәтижеде шығып тұр. Енді оқулықтағы келесі тапсырмамызға ауысайық. Оқулықтағы екінші тапсырманы көңіл аударайық. Екінші тапсырмада тура сондай сияқты сан дәрежесін есептейтін функцияны жазыңыздар деп тұр. Бұл жерде сандар деп тұрған жоқ, бір ғана санды сұрап тұр. Сол себептен бір ғана санды енгізіп, соның дәрежесін шығаруымыз керек. Мысалға 5-тің 3 дәрежесі деген сияқты дәрежені шығаруға мүмкіндік туғызатын функцияны жазыңыздар деп тұр. Ол үшін мен сіздерге Learning Apps программасында тапсырма дайындап қойғам, сол тапсырма бойынша біз жұмыс жүргізетін боламыз. Сандарды дәрежесін есептейтін функцияны жазыңыздар дейді. Тапсырманы орындауға мен сіздерге 1 минут уақыт беремін. Бұл жерде шкала бойынша тапсырмаларды сіздер орындауларыңыз қажет. Программаларды, командаларды жылжытқан кезде әрбір команда өзінің тұрған орнына байланысты астында өзгеріске енгізіліп отырады. Сол командаларды шкала бойынша орналастыруымыз керек. Бірінші бізде оператор, def оператор функцияны шақыру, одан кейін барып біз функцияның ішінде орындалатын алгоритмді жүзеге асырамыз және соңында функцияны қайтадан шақырады екенбіз. Программаның дұрыстығын тексеріп көрейік. Уақыт аяқталды. Программа қате орындалды. Бұл жерде қателіктерді, қай жерде қателік орындалғанын тексеруіміз қажет. Программаның қателігін тексеру үшін мен сіздерге программаға барамын қазір. Қателікті тексеру үшін бізде мен жаңа бірінші тапсырмада бірінші def қызметші сөзін қойып, одан кейін мен A мен N-ді енгізіп барып, нәтижесін шығардым. Бірақ бізде есептің барысында, программаның барысында бірінші
функцияны құрып алу керек, одан кейін барып сандарды енгізу керек болатын. Def функциясы арқылы A-ның N-ге көбейтіндісін тап деп функция ұйымдастырып, және A саны мен N санын беріп отырдым. Бұл жерде екеуінің дәрежесін шығарады. Мысалға, мен мына жерге беретін болсам, санды. Мысалға, кез келген сан 3-тің 6 дәрежесі десем, ол маған нәтижесінде 729 деген айнымалыны шығарып береді екен. Қай санды берсек, А бізде сан болып табылады, N оның дәрежесі, сол санның дәрежесін есептеу болып шығады екен. Тапсырмалар түгел орындалса, оқушылар өте жақсы орындадыңыздар, жарайсыздар. Енді үйге тапсырма, оқулықтағы 3-ші тапсырманы аламыз. 79-ші беттегі 3-ші тапсырма. Натурал N санының факториалын есептейтін программа құрыңыздар. Факториал дегеніміз не? Кезек-кезек сандардың бір-біріне қосындысы. Қосындысын тауып, барлық сандардың қосындысын табатын, цикл бойынша ұйымдастыратын функция құрып шығарады екенбіз. Өте жақсы тапсырмалар орындалды. Бүгінгі сабаққа сіздерге тапсырма берілді. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.